Барлығына сәлем. Бүгін бізде курсымыздың жаңа бөлігі. Бұл бізде алгоритмдар деп аталады. Ең бірінші біздің қарасатын алгоритміміз бұл жылдам сорттау деп аталады. Жылдам сорттау бұл quick sort. Жалпы quick sortқа кішкене тоқталып кетейік. Кішкене теория, содан кейін біз код жазатын боламыз. Мысал ретінде белгілі бір массивті қарастырайық. Так, давайте комментарий жасайық. Белгілі бір массивті қарастырайық. Мысал ретінде келген произвольді массив бұл бір қатты не емес 8-9. Енді қараңыз, осындай бір белгілі массивіміз бар. Жалпы жылдам сорттау негізі ол разделяй властвуй деп атайды. Қазақша білмеймін қалай айтатын. Яғни біз бөліп және бөлшектермен жұмыс жасай бастаймыз. Жалпы жылдам сорттауда негізі 3 бөлік бар. Бізде left, сол бөлігі, middle, mid дейсілайн, и right, оның бөлігі бар. Жалпы midті бізде бір кезіңілген бір pivot элемент деп атайды. Pivot элемент негізінен массивтің ортаңғы элементі. Массивтің ортаңғы элементін біз қалай анықтаймыз? Ол массивтің ұзындығы бөлінген екіге қалдықсыз. Так, екіге қалдықсыз бөлінгенде. Осы бізде бұл pivot элемент деп аталады. Енді қараңыз, біздің массивтің ұзындығы 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 екіге бөлеміз. 4,5-тен қалдықсыз аламыз. Яғни біз 4-ке болады. Төртінші элемент 0, 1, 2, 3, 4. Бізде 3. Яғни бізде pivot элементіміз 3-ке тең екен. Так, осы жер түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Енді left деген ол мына left деген массивке негізінен left деген жиынға. Ол бізде pivoттан кіші элементтер кіші. Right-қа pivoттан үлкен элементтер. Pivoттан кіші, так, pivoттан кіші, наоборот, pivoттан үлкен. Pivoттан үлкен. Я? И pivoттың ортасында middle бар, я? Mid дедік, middle дейсілайн толық. Middle жиынына бізге pivotқа тең элементтер. Pivotқа тең элементтер кіреді екен. Осы жер түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыз, біз естіп алдық енді. Осы 3 нәрсемен сорттап көрейік. Қараңыз, бізде 3 дедік. 3-тен кіші элементтерді жинап алайық. Яғни left бөлігін жинап алайық. 3-тен кіші ол бізде 2 және болды, 2 бұл left деп қоямыз. Left бөлігі. Енді 3-ке тең middle бөлігін 3. Так, 3 болды, 2 ғана 3 бар. И 3-тен үлкен бөлігін ол 4, 5, яғни біз былай жүреміз. 4, 5 қараймыз. Тағы да 4, 5, 8, 9. 4, 5, 8, 9. Так, сорттап болдық. Біздің бірінші қадамымыз өтті. Енді екінші қадамда біз не істейміз? Екінші қадамда осы алгоритмді рекурсиямен қайта жібереміз. Яғни біз мына массивті бөлек массив, мына 3 дегенді бөлек массив, мынау 4, 5, 4, 5, 8, 9 дегенді бөлек массив ретінде қарастырамыз. 2 деген оның ұзындығы бір болғандықтан, оның орнын ауыстырған сайын біздің массив сорттап қажетеміз. Яғни бұл 2 болып қалады. 2 бізде аяқталды. 3 деген сорттамаймыз, себебі ортаңғы элемент олар сортталмайды. Сонымен біз жалпы 2 бөлігіміз сортталып қойдық. Енді біз не істейміз? Енді біз мына массивпен жұмыс жасаймыз. Мына массивтің ұзындығы қанша? Мына массивтің ұзындығы 6, 6-ны 2-ге бөлеміз. 3-ші элемент 0, 1, 2, 3, 5. Яғни біз 5-ті midтен аламыз. 5-ті mid. И 5-тің өзі кіреді, пивоттың өзі ортаңғы элементке кіреді. Сондықтан біз бұны давайте ортаңғы
бестен кіші элементтер ол міне 4 және міне 4. Оны біз 4 деп қоямыз. Бұл біздің мына массивіміздің көк сорт, яғни біз мына кіші массивімізді сортып жатырмыз. Яғни біз разделяем и властаем. Яғни біз бөліп кішкентай бөлшектермен жұмыс жасап жатырмыз. И мына жерде 5 бар, тағы бір 5, яғни мына 5 бар и мына 5 бар. Мына 5 бізде пивот, оны мен жаздым. И мына 5 қалып қойды. Оны міне жаздым. Все. Енді 8 бен 9 ол бізде үлкен. Енді біз 8 бен 9 мен жұмыс жасаймыз. Мынау екеуін мен жұмыс жасаймыз. Так, яғни біз бүйтіп бара салайын. 4 пен 4-ті бөлеміз. 4 пен 4-те бізде ұзындығы 2, 2-ні 2-ке бөлеміз. 1. Яғни 1 деген бізде 4 дегеніміз пивот элемент болады. Пивот элемент. Пивоттан кіші сан жоқ мұнда. Пивотқа тең сан бар. Яғни біз 4 дегеніміз қалай болды, солай қалады екен. Яғни оның оңы и солда жоқ, тек ортаңғы элементі бар. 5-5 ол ортаңғы элементті ешқашан сұрттамаймыз, ол өтке жібереміз. И 8 бен 9 оның ортаңғы элементі. 8, 9, то есть 2, 2-ні 2-ке бөлеміз 1, бірінші элемент бізде 9. 9 бізде пивот, 9-дан үлкен сандар жоқ, 9-дан кіші сандар бар, яғни ол 8. Ол 8. И мына төмендегі массивтегі біздің бұрын сортап қойған элементтерімізді қайтарып көшіріп жазып қоямыз. 2, 3, осылай жазып қоямыз. Сонда біздің массивіміз өйстіп сортталып осындай түрге келеді екен. Онда біздің массивіміз сортталған кезде 2, 3, 3, 4, 5, 5 және 8, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 9 деп осылай сортталып шығады екен. Яғни бұл массивті сорттаған кезде 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 9 деп сұрыпталады екен. Енді біз кодын жазайық. Def дейміз. Def ks дей салайық. Ол белгілі бір массивті қабылдайды. Ол массивті қабылдайды. Sr белгілі бір массивті қабылдайды. Ол массив жалпы біз айтамыз, егер ұзындығы массивтің кішіне тең болатын болса бірден, біз оны көшіреміз. Және біз оны сол жақтарын қарайық. Сол жағын қалай жинаймыз? Сол жағын қалай x for x in array. Егерде x-тің өзі айтқаша пивотты анықтауымыз керек. Пивот бізде массивтің жартысына тең. Осылай өстіп қойдық қой. Егер x-іміз кіші болатын болса пивоттан. Middle дедік. Middle. Ол бізде x for x, яғни массивпен жүгіріп шығамыз. In array, егер x тең болатын болса пивотқа. Сосын right оң бөлігі. Оң бөлігі бізде x for x in array. Егерде массивті x-і үлкен болатын болса пивот. Кейін осы сортылған массивті return сол жақты да сорттаймыз, яғни ks-қа рекурсия арқылы саламыз. Left плюс middle бөлігі біз сортталған, яғни пивотқа тең нақты, сондықтан сорттамаймыз. Және де right бөлігін тоже сорттау керек, яғни ks деген алгоритмға қайтадан саламыз. Болды, осындай шағын ғана код, яғни кез келген бір массивті құрайық. From running
random import randomd. Бұл randomd деген натурал сандар да. Натурал сандар емес, бүтін сандарды генерациялайтын функция. Енді біз белгілі бір массивті анықтайық. Біздің случайда давайте list деп анықтай салайық. Мына жоқ array дей салайықшы. Array ол бізде массив болады. Randomdқа екі сан береміз. Қай аралықта, яғни 0 мен 10 аралығында келген сандарды генерит етсін. For I дей салайық. In range. Яғни оның ішінде давайте 15 болсын. 15 осындай массив. Және осы массивті біз бірінші қарапайым түрін шығарамыз. Бірінші қарапайым түрін шығарайық. Массивтің қарапайым түрін. Кейін массивтің сотталған түрін шығарайық. Енді давайте python cs.py запускать етейік. Бізде осындай массив болады, және оның сотталған түрі шығады екен. Онда біз келесі неге өтейік? Келесі алгоритм бізде DCT. Енді біз Евклид алгоритмін қарайық. Евклид алгоритмі деген ол бізде ең үлкен ортақ бөлгішті табуға арналған алгоритм. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Мысалға 24 пен 12-ның ең үлкен ортақ бөлгіші. Ол бізде 12 бөлінеді, және 24 12-ге бөлінеді. 6 мен 3 қарапайым мысалдар, тоже 3. Енді біз жалпы осындай алгоритм негізін білеміз, үлкен ортақ бөлгішті қалай табу керек екен. Енді біз осыны код түрінде емес, ең бірінші белгілі бір примерді Евклид алгоритмінің қалай жұмыс істейтінін көрсетейік. Мысал ретінде 15 пен 10 деген екі санды алайық. 15 пен 10 деген екі санды аламыз. Евклид алгоритмі айтады, егер дейді біз осы сандарды бүйтетін, осы шартпен есейтін болсақ дейді, мынандай бір не бар, AB дейді, және B процент B дейді, және де A процент дейді. Осында біз алгоритм осы немен тексеретін болса, міндетті түрде ең үлкен ортақ бөлгішін табады екенбіз. Көрейік, бізде бұның орнында 10 тұр, аның орнында 15 тұр. 10-ды осында қоямыз. 10-ды осында қоямыз. Және B, міне жерге B қойдық. A және A бөлу B. A деген 10. Жоқ. Мына жерде то есть дұрыс. 10-ды 10. Енді 15-ті 10-ға бөлеміз. 15-ті 10-ға бөлген кезде бізде қалай болады? 15-ті 10-ға бөлген кезде қалдығы 5 болады. 15-ті 10-ға бөлгенде қалдығы 5 болады. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі біз не істейміз? Бізде енді A мен B-ның орындары осылай болды. 10 мен 5. Дұрыс па? 10 мен 5. Енді қараңыз, мына жерде B бар. Осы B бізде енді қазір 5 болып тұр. Біз 5-ті осы жерге қоямыз. Енді A бөлу 10 бөлу 5. 10 бөлу 5 қанша болады? 10 бөлу 5 бізде қалдығы 0 болады. Және бізде айтқан, егерде дейді, егерде B тең болса 0-ге, онда сол мәнді қайтар деген. Осындай ан деген мәнді қайтарамыз. Осындай қарапайым алгоритм, бірақ шынымен жұмыс жасайды. Біздің случайда A5. A5. Міне, аның орнына B қойылды, және 5. Онда біздің 10 мен 15-тің ең үлкен ортақ бөлгіші 5 екен. Немесе 15 пен 10. Енді давайте соның кодын жазайық. Dev GCT дей салайық. Негізі өстіп айтады.
ол белгілі бір екі санды қабылдайды. Екі санды қабылдайды және біз Pythonда бүйте саламыз. While дейміз, пока b. While b деген пока b саны оң сан болғанға дейін 0. Ол бізде false деген мағына береді. Енді қараңыз, while b дейміз және бүйтеміз a және бұның орнын ауыстырып отырамыз. Swap жасап отырамыз. A b болады және де a процент b. Бұл осындай қарапайым алгоритм. Кейін мәнін айтып саламыз. Яғни шексіз циклда біз бұның мәні 0-ге дейін болғанша дейін осы swapты жасай береміз. Осындай қарапайым алгоритм, бір қиындығы жоқ. Енді бір кезеген екі сан a және b 10 мен 129 болсын мысал ретінде. Және де print gcd или gcd және так, біз кодымызды қосайық. Python gcd.py бір екен. 20-да бізде жай сан егерген. Енді қараңыз, 130 десек не болады? 130 десек 10 жоқ керек. Біздің алгоритм шынымен де жұмыс жасайды екен. 10 деген енді қарапайым сан, давайте бір қиын осындай бір сан осындай бір санды қояйық. Екеуінің ортақ бөлікшін көрейік. Оладқа 2 екен. Мысал ретінде таңдай сан ше 192 мен 36 делік мысал ретінде санап отыру шынымен қиын. Бірақ шынымен де олардың ең ортақ бөлші 12 екен. Шынымен де дұрыс, негізі 12 мына санда бөліне алады. Шынымен де жұмыс жасайды. Енді біз келесі алгоритмге өтейік. Бізде келесі алгоритм бұл эратосфенді sieve деп аталады. Яғни жалпы эратосфеннің sieve-сы бұл типі қалай саналады? Бірлеп таңдап алып бөлек шығару, сито деп атайды орысша. Сондай. Енді қараңыз, жалпы жай сандарды негізі біз осылай анықтайды екенбіз. Жай сандар қатар беріледі. Бір жай сан емес. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жай сандар емес, қарапайым натурал сандар қатар беріледі. Мысал ретінде 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Осылай беріледі. Мысал ретінде осы жерден жетеді, тоқтайық. Енді қараңыз, жалпы бізде эратосфен алгоритмі бізде бүйтіп жасайды. Яғни бізде жалпы біздер білеміз, что кез келген санды, жалпы мынандай теория бар, что осы 23-тің түбіріне дейінгі сандарды бөлетін болсақ, сандарға дейін бөлетін болсақ, сол сандар жай сандар болып қалуы мүмкін. Яғни осы аралықтағы жай сандар болып қалуы мүмкін. Яғни бізде былай айтқан ғой, мысалға 11 22-ге бөліне ала ма? Бөліне алады. Яғни біз 13-ке дейін бөліп шығатын болсақ, 13-ке дейін барлық осы жердегі сандарды бөліп шығатын болсақ, олардың ішінде жай сандар тауып қалуы мүмкін. Яғни біз міндетті түрде 23-ке дейін бөліп барлығын тексеріп шығып міндетті емес. Екіншіден, біз әр бөлінген санды осы списоктан алып отырайық. Мысал ретінде 2 бізде жай сан, 2 өзіне бөлінеді, 1-ге бөлінеді жай сан, 3 жай сан, 2-ге бөлінбейді. Енді қараңыз, давайте біз 2-ге бөлінеді ғой, сол 2-ге бөлінетін сандардың барлығын алып тастайық. 4 бөлінеді, 6 бөлінеді, 8 бөлінеді, 10 бөлінеді, 12
ұжым сандар бөлінеді 2-ке. 20 бөлінеді, 22 бөлінеді. Алып тастадық. Енді 3-ке бөлінетін сандарды көрейік. 3-ке бөлінетін сандар. 3-ке бөлінетін сандар. Біз жерде 9 бөлінеді, 3 өз-өзіне бөлінеді, сондықтан жай сан. 15 3-ке бөлінеді, және 21 3-ке бөлінеді. Келесі 5-ке бөлінетін сандар мына жерде жоқ, 7-ге бөлінетін сандар жоқ, 11-ге бөлінетін сандар жоқ, 13-ке бөлінетін сандар жоқ, 13 и 19, 17, 23. Ол бізде жай сандар екен осы жердегі. Өйстіп, оп-оңай тауып болдық. Көрдіңіздер ме? 13-ке дейін бөлінетін жерді қарастырамыз. Қалғандардың барлығы жай сан ретінде санай берсек болады. Сол сандарға дейінгі аралықтағы жай сандарды айтатын болсақ. Енді қараңыз. Давайте соның функциясын жасайық. Эра СВ дей салсам. Ол белгілі бір лимит, сол сандарға дейін аралықты қабылдайды. Лимит деп атаймыз. Енді қараңыз. Біз жалпы сивамызды, яғни бастапқы барлық мәнімізді жалпы барлығын true деп аламыз. Яғни біз барлық мәндер, яғни барлық сандар ең басында қарастырамыз. Ең барлық сандар бізде жай сандар деп ойлаймыз. Лимит плюс 1. Осы сандардың барлығын біз жай сандар деп қарастырамыз. Яғни біз барлық сандарды жай сандар деп ойлаймыз. Спа осындай бір барлық сандарды жай сандар деп ойлаймыз. Лимит плюс 1-ге дейін қосыламыз. Мүмкін сол санның өзі де жай сан болып қалуы мүмкін ғой. Енді қараңыз. Жалпы айтамыз, сиваның бастапқы 2 саны 0-ден 2-ге дейінгі сандар. Ол бізде false және де false. Неге? Себебі 0 мен 1 бізге кірмейді. Яғни 0 мен 1 бізде ол жай сандарға жатпайды. Жай сан емес дей салайын. Жай сан емес. Енді қараңыз. Бағанағыдай for I in range 2-ден бастап салады. Яғни 2-ден бастаймыз. Және ол бізде айтқандай int типіне түрлендірілген лимиттан түбір алуға. Түбір алу үшін 0,5-ге осылай көбейте салсақ болады. Және плюс 1, себебі біз мына жерге плюс 1 қойдық. Сондықтан біз плюс 1 деп жазуымыз керек. Енді қараңыз, егер де sieve I true болатын болса, яғни ол сан жай сан болып қалады. Мына жай сан емес. Жай сан болмай қалатын болса, яғни бізде барын false деп қойдық. Сивтің бір жері жай сан болмай қалса, біз оны не істейміз? Біз оны for j in range j көбейтілген айдан бастап, жоқ, ай көбейтілген айдан бастап, кешірім сұраймын, ай көбейтілген бастап айдан, және лимит плюс 1-ге дейін, яғни біз лимитке дейін ай қадам арқылы, яғни ай қадам деген былай бізде ай қадам деген бағаны түсіндіріп кетпеппін. Жалпы мынандай нәрсе, мысалы 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деген сан болатын болса, 2-ден бастап қадам арта берсек болады. 2-ге бөлінеді екен деп отпаймыз. Мысалы 2-ге бөлінеді, бірақ ол жай сан, сондықтан біз алмаймыз. Енді қараңыз, 4, 6, 2 қадам сайын бізде жай сандар шығып тұрады. Сондықтан біз оларды сөйтіп алып тастасақ болады. Яғни қадамы 2 дегенде
сол үшін береміз. Яғни қадамы ай. Мысалы 3-ке бөлетін сандар қадамы 3-пен жүреді. 3, 6, 9, 12 арасында 3 сан. 1, 2, 3 сан. Сол секілді. Солардың барлығын біз не дейміз? CFJ-де, яғни сондай сандарда J деген мына мәннен басталады. Қоймыз. Оны біз false деп қоямыз. Біз басында барлығын true дегенбіз. То есть, барлық сандарда J сан емес деп қоямыз. Енді false дейміз. J сандар деп қоямыз. То есть, енді қараңыз. Кейін осы цикл жұмыс жасап болғаннан кейін, мына цикл емес, мына цикл жұмыс жасап болғаннан кейін біз бүйтеміз. Return результатты шығарып қоямыз. X for X, X for X, яғни X-тардың ішіндегі X-ті бүйтеміз. Is prime деген и enumerate sieve дейміз. Осындай функция. Және біз егер де is prime, яғни біз enumerate деген оны санға айналдырады. Бізде барлығы true false еді ғой. Енді prime санға айналдырады. Яғни санға айналдырады. Мысал ретінде 1-дің индексі 1, 2-дің индексі 2, 3-дің 4 деген сияқты. Бірақ бұлардың мәні негізінен қазір true false деген массив болып тұр. True false сондай мәндерді біз не істейміз? Сан қылып шығарамыз. Enumerate деген функция арқылы. Болды. Енді давайте принтик sieve era cv сол функцияны шақырамыз. Бастапқы 50, бастапқы 50, так, бастапқы 50 санда, бастапқы 50 санда. Запускать етейік. Python prime.py. Мына жерде шептіреймін. Мына жерде мен игры жазып жүрмін. Мына жерде былай болады. Хорошо. Жай сандар қатарын шығарып берді. Осындай бір күшті алгоритм екен. Осымен видео аяқталды. Ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз.